Ескесін ба, Қытайда ночной рынок бар. Короче, мынандай брендтер бар ғой. Например, мынаны мен бұрын 1 миллион 700 мың теңгеге алған мына рюкзакты. Жай ғана рюкзак, ерекшелігі жоқ. Қытайда осындай сумкаларды 100 мың, 150 мың теңгеге сатады екен. Ойлашы, 10 есе арзан, бірақ отличиясы жоқ дейді. Вот соған қазір мен барып көргім келіп жатыр. Мен Гуанчжоуда тұрмын. Бірге Мынау мысалға Қазақстанда көп кісілерге ұнайды, асты ағаш дейді. Оның түп нұсқасы сайттан қарадым, $1500 тұрады. Ал бұл жерде 350 юань, шамамен 125 мың теңгедей өз бағасы. Мына бутиктің продавеціне не ұнайды, соны қоя салады екен. Қараңыздаршы, Hermes сияқты брендтердіңкі, және мына шляпаны сатады ғой. Бағасы 80 юань, шамамен 6 мың теңгедей. Ойлаңыздаршы, мынандай стиль 6 мың теңге. Осыны қазір өзіме алып аламын. Дәл мына барсетка $2750 тұрады. Мына жерде қазір қанша тұратынын сұрап көреміз. Окей. Менің рюкзагым. Және де мынау. Бар ма айырмашылығы? Айырмашылығын деталін қарау керек. Мынаның бағасы 150 мың теңге. Менің ойымша өте жақсы көшірме. Қараңдар, прямо отличия жоқ. Екінші жерге келдік. Қараңдар қазір. Мынау меніңкі, мысалға 800 юань дейді. Ал мынау меніңкі. Қожасында уже отражениесінде отличия бар. Көрдіңдер ма? Екеуі мүлдем бөлек. Осылай тексеріп қарау керек. Әр жер әртүрлі качество сатады. Маған ұнайтын бренд Balenciaga. Осы брендтен мен өзім көп киемін. Видеоның аяғы қорытынды алатын болсақ, достар, жалпы барлық сапа бар. Бірақ әр сапаны әр поставщик әртүрлі айтады. Сондықтан да білетін адамнан және де өте қатты саудаласып қалу керек. Негізі мына сөмке оригинал емес. Бұл ең жақсы бірге бір көшірмесі, ешқандай да отличиясы жоқ. Сондықтан да сіздер осындай сенімді поставщиктерден сөмкелерді алғыларыңыз келсе, мен Telegram каналға сол сөмкелерді қойып қойғанмын. Сол Telegram каналға профиль арқылы кіріп, сіздер осындай керемет товарларды сенімді түрде ала аласыз.